Саламатсыздар ма, балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Балалар, бүгінгі сабақты мен мына бір өлең жолымен бастағым келіп отыр. Барлығымыз мұқият тыңдап отырайық та, бұл өлеңнің авторы кім? Кәне есімізге түсірейік. Бір Аллаға сеніп, кел балалар, оқуға ел, ақылат пен жоқлық. Кәне, бұл өлеңнің авторы, дұрыс айтасыңдар, Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин балалар 1841 жылы туып, 1889 жылы қайтыс болған екен. Ол кісі қазіргі Қостанай облысы, Қостанай ауданында дүниеге келген. 3-4 жасында әкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы Балғожаның қолында өсіп тәрбиеленеді екен. Балаларға арналған көптеген ертегілер, әңгімелер жазып қалдырған. Бұл кісінің біз қаншама өлеңдерімен таныстық, есімізде бар ма? Әңгімелерімен таныстық, есімізде бар ма? Ал енді бүгін осы Ыбырай Алтынсариннің балалар аурудан аяған күштірек атты әңгімесімен танысқан. Әне оқулығын ашайық, мәтінді түсініп, оқуға кірісейік. Мәтіннің ішінде балалар мынандай түрек сөздер бар. Оқи отырып, назар аударайық. Сейіт, арба, соғып кету, аяғының сынуы, жыламау, сынықшы, таңдану, шешесі, жамышу. Жақсылап мәтінді оқы. Сейіт орам үстінде жүгіріп бара жатқанда, бір арбалы келіп, аңдаусы соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп, шошынғаннан шешесі есінен танып қалды. Мұны көрген соң Сейіт жыламақ түгіл, сынған аяғын орнына салып тұнып жатқанда да, дыбысын шығармай, қабағын да шытпай жатты. Сонда сыбыр шытты. Аяғың ауырмай ма? Қабағыңды да шытпайсың, деп сұрады. Сейіт шешесі шығып кеткен соң, демін алып, тынықшыға сыбырлап айтады екен. Ауырмай-ақ кел, жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе, әжем де қиналып, жүдемесін деп, шыдап жатырмын. Сейіт деген балаға не болыпты? Өте жақсы. Абайсыздықта арбалы келіп кеткен екен. Содан не болған? Жарайсыңдар, ол баланың аяғы сынған екен. Сонан соң бала айқайлап жылады ма? Жарайсың, жылағанын білдірмеді. Дегенмен ауырса да жылағанын білдірмеді. Не себепте? Не себепте? Өте жақсы. Яғни анасының қиналып, жүдемесін деп жаны ашығандықтан бала не жатады. Яғни ауырса да білдірмеген. Ал оның аяғын таңып берген кім? Өте жақсы, өте жақсы. Балалар, түсінікті ма? Мәтін менің ойымша өте түсінікті болған сияқты солай ма? Енді балалар, дәптерімізді ашып, дәптермен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі күнді жазып қояйық. Жаздық па? Ал енді жазып қойсақ, оқулықтағы қиын сөздерді жазып қояйық. Ол оқулықта қандай сөз қиын болды? Яғни сынықшы деген сөз, сосын таңып деген сөз. Яғни біз оны естиміз, бірақ оның мағынасын қандай екен жазып қояйық.
Сынықшы. Сынықшы деген сөздің мағынасы сынған сүйекті орнына салатын емшік сөзі. Таңып деген орғап деген мағынаны білдіреді. Қане дәптеріңізге өлсең әдемі етіп жаз. Болса, өте жарайсыңдар балалар. Ал енді бүгінгі сабақты бекітейік. Мен сіздерге сұрақ қоямын, сіздер сол сұраққа маған жауап береміз. Сол сұрақ жауап арқылы бүгінгі сабағымыздың түсінген, түсінбегендерімізді білетін боламыз. Қане, бүгінгі өткен мәтіннің авторы кім екен? Өте жақсы, Ыбырай Алтынсарин екен. Мәтін кім жайында? Өте жақсы. Сейіт деген бала жайында екен. Сейіт деген балаға не болыпты екен? Жарайсыңдар, арбашы байқаусызда соғып кеткен екен. Содан аяғына не болған екен? Аяғы сынып қалған екен. Оны кім таңып берді? Өте жақсы. Яғни сынықшы адам таңып берген екен. Сонан соң не істеді бала? Өте жақсы. Даусын шығармай, ауырғанын білдірмей, анасына жанашырлық танытып, не істеген екен? Үндемей жатқан екен. Өте жақсы. Менің ойымша сендерге мәтін түсінікті болған сияқты. Сендер де аналарыңа жанашырлық танытасыңдар деген ойдамын, е? Аналарыңа көмектесесіңдер, солай ма? Менің ойымша сендер де аналарыңды Сейіт сияқты жақсы көресіңдер деген ойдамын. Тамаша. Мәтін түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді үйге тапсырма жазып алайық. Үйге тапсырма мәтінді жақсылап тұрып бірнеше қайтара оқимыз да әңгімелеп келеміз. Түсінікті ме? Жарайсыңдар балалар. Ал енді сабағымызға рефлексия жүргізейік. Яғни кері байланыс. Данышпан үкілерге сабағымызды жақсы түсіндім деген оқушы жасыл тақиялы үкіні белгілейміз. Түсінбедім деген оқушы қызыл тақиялы үкіні белгілейміз. Әлде болса іздену керек деген оқушы болса көк тақиялы үкіні белгілейміз. Ал менің ойымша сендерге сабақ түсінікті болды. Барлықтарыңда жасыл тақия киген үкіні белгілейсіңдер деген ойдамын. Өте жақсы. Олай болса бүгін сабақ аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңдар.